Ассалаумағалейкум жігіттер. Мына бір інімнің жіберген видеосымен бөлісе кетейін. Мынау Camry 2.5 қозғалтқышының головкасының қақпағы. Мына распред балды ұстап тұратын темірде осындай фильтр болады жігіттер. Бұны BVTI фильтр деп атайды. Осы фильтр бітіп қалады. Осыған мән беріп қарап тазалап жүріңіздер. Қозғалтқыштың өмірі ұзақ болсын десеңіздер, осыған мән берейік. Бұған сұйық май құю керек. 530 деген 10-40 майды құюға болмайды. 10-40 май бітеліп қалады фильтр. Арзан 10-40 майларды құюға болмайды. Шама келгенше сұйық 530 деген майды құюға кеңес береміз. Жалпы тазалап көрсек, міне тап-таза. Осының іші пресстер бітеліп қалады ғой. Осыған мән берген жөн болады. Өздерінің сеткісін көріпсіздер, оттан ұсақ, бұл жерден қою 10-40-тың өтуі қиындау. Сондықтан 530 құюға кеңес береміз жігіттер. Осыны ұмытпаңыздар, мән беріп жүріңіздер. Мінекей мынау головканың қақпағы. Мына түтікті көріп тұрсыңдар, ол жүріп тұрған. Тесіктері тым ұсақ, содан сұйық 530 май өту керек. Форсун қосатып шашып тұрады. Осыған мән